Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Ақмола Ассамблеясының тарихындағы 30 тұлға жобасы аясында сіздермен сұхбат жүргізетін боламыз. Бүгін бізде қонақта өңірдегі этносаралық келісімді дамытуға үлес қосқан тұлға, Ақмола облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасының этномәдени бірлестіктерінің қоғамдық орынбасары, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, Ақмола облысының өзбек этномәдени орталығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Медетова Тәжбуби Усмановна. Құрметті Тәжбуби Усмановна, бүгін біздің айдарымызға қош келдіңіз, көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Енді бірден сұхбатымыздың ережесі бойынша сұрақтарға кезек берейік. Алғашқы сұрағымыз, жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясында қызметіңіздің ең маңызды тұстарын айтып өтсеңіз, алғашқы келген кезде өзіңізге қалай әсер етті, қандай қызықты оқиғалар болды, жалпы алғашқы жұмысыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Мен Қазақстан Ассамблеясының бірінші алғыс рет 2008 ашылды. Достық үйі үшінде бірінші президентіміз келіп ашып берген. Сонда ойлайтын мен енді қандай күшті, қандай жақсы болды, жыра жақсы ой болды деген пікір келді. Бұл енді біз маған 2015 жылы келіп ұсыныс түседі. Сіз осы өзбек мәдениетінің басқалар етіңіз деп. Мен бірінші рет қорқып тұрдым. Ойладым, енді бұл жұмыс, как бізде физически жауапкерлік бұл қандай болар екен, бірінші екіленіп тұрдым. Енді бұл кезде мен отбасым қолдады. Мама, жолдасым, балдарым, қыздарым, бара беріңіз, жақсы біз көмектесеміз сізге деген маған түрткі болды. Сол кезден бастап мен жұмыс істедім. Менде бірінші басымға келген ой қайырымдылық болды. Не үшін дейсіз бе? Мен әкем жетімдер үйінде өсті. Әке шешесі ана шаршаған кезінде қайтып кеткен екен. Содан бір сіңілісімен болды. Сол бала кезімде маған бір ой жүретін. Ол қандай мынау қарттарға, осындай жетім балаларға қалай жәрдем қолымызды созып жәрдем берсек деген ой болатын. Бірақ ешкім жолын таба алмас едім. Маған сонда ниет болған екен бе. Құдай тағалам сол жолымды ашып берді. Сол кезден бастап біз қайырымдылықпен бастадық. Бізде осы мейрам кезінде, праздниктарда біз бір қарттар үйіне барамыз, жетім балдар үйіне барамыз, барып қолымыздан келген дәмімізді, столымызды жасап, әйтеуір солардың қуантып келуге әрекет жасаймыз. Өте керемет. Жалпы айтқанда тәлімім бар, ой салатындай өзіңіздің өмір жолыңызда оқиғаларды басын кешірген екенсіз. Шынымен де бұндай игі жұмыстар, игі істер өскелең ұрпаққа, жастарға үлкен үлгі деп ойлаймын. Осы тұста тағы бір сұрақ туындап тұр. Жастар демекші, жалпы этносаралық келісімді нығайтуда жастардың рөлі қандай деп ойлайсыз? Біз енді жасымыз келіп, біз анау Советский Союз дейді ме, сол кезде де көріп келеді. Мына өзіміздің мұстақыл дейміз ғой, соңында көріп келіп жатырмыз. Біздің рөліміз қазір жастарымызға көрсету, болу. Қандай көп біз Қазақстанда көп этностар тұрады. Әртүрлі. Бірінші кездерде білесіз бе, қалай қиын болды. Бәрі бөлініп. Қазір міне қандай күшті, керемет. Біз жастарымыздан көрсете білеміз, жастарымызға үйрете білеміз. Мен өзім міндетті міне жастан сөздік. Молодежный крыло дейді, жастар. Соны жиналып, соларды мен көрсетемін. Олар да қазір осы уақытта кіріп менен бірге жұмыс істеп жатыр. Вот енді қазір мен емес, олар уже қайырымдылыққа уже мойын егді. Олар уже активно участвует во всем бәрі мероприятияларда участвует. Өте керемет. Шыны керек,
жастардың сізден білім алып, сіздің артыңыздан еріп келе жатқаны, бұл да бір ұрпақтар сабақтастығы деп айтуға болады. Иә. Жалпы Тәжмағұл ханым, бізде қазіргі таңда енді әлеуметтік желілер кең қолданысқа еніп кетті ғой. Жалпы қалай ойлайсыз, осы қазіргі заңда, қазіргі заманда әлеуметтік желілер этносаралық қарым-қатынасқа қаншалықты әсер етеді? Сіздің ойыңызша? Дұрыс, қазір әлеуметтік өте керек емес сөздерді болып жатыр ғой. Ол жастарымызға біреу сеніп қалады, біреулер сенбейді. А біз көбірек соны положительный дейді ме, не дейді, мүмкіндік беріп, соларға дұрыс нәрсені көрсетуіміз керек. Он контент Да, біз бірінші отбасымызда. Мен ойлаған пікірім, бірінші отбасымызда бұл жоқ, бір рет елестеп өту керек. Кейін мектептерде, оқуларда обязательно соларға көрсетіп, какой-то роликтарды көрсетіп, мен шақыру керек. Жақсылыққа шақыру керек деп ойлаймын. Ақпараттық саласында шыны керек бізде айтқанда позитивті, иә? Иә, позитивный көтеріп көрсету керек деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, жалпы қоғамда қазір өзіңіз білесіз, жалған ақпараттар көп. Қазір енді провокацияға, орысша айтқанда провокация дейді ғой, жалпы арандатушылыққа салынып жатқан енді адамдардың бар екендігін білеміз. Ондайлар көп қой. Провокация дейтін, түсінбеушілік, тағы да қайтармайды ма енді, ондайға мән беру керек емес. Ойлап, өзіміз жиналыста айтамын жастарға, ондайларға мән бермеңдер. Түсінбей жатсаңдар, басқа қылсаңдар, үлкен кісілерден сұраңыздар. Өзіміз жалпақ тілде айтқанда да, солардың сондайға шақырамыз. Біздің міндетіміз деп ойлаймын енді. Үлкен келіміз. Жалпы тағы бір сұрақ, Гүлнұр ханым. Этномедиация дегенді өзіңіз қалай түсінесіз? Жалпы этномедиация қазіргі қоғамда қаншалықты маңызды? Этномедиация деген енді өте маңызды. Айттым ғой, бізде Қазақстанда 130-140-тан артық этнос жатыр. Әрбірінің ойы әртүрлі. Олар бәрі бір жерде жиналып, бәріміз бір бастан шығып қоятын болсақ, не дейді, ананың ойы өзгеретін шығар. Өзгеріп, бағанағы бір мәселеге келіп тоқтайды. Ортақ келісімге. Да, ортақ келісімге келіп тоқтайды. Әр келісіммен жұмыс деген қандай күшті. Достық дейміз. Достық болған жерде тыныштық болған. Ең керегі сол. Қазіргі заманда ең керегіміз сол. Өте дұрыс айтасыз, Гүлнұр Усмановна. Жалпы енді қорытынды өзіңіздің осы біздің сұхбатымызға деген және де көрермендерге деген өзіңіздің жылы лебізіңіз болса, камера алдында өзіңіздің тілегіңізді айтсаңыз. Енді мен не деймін, мен тілегім тек қана тыныштық болса, достығымыз ұнай берсін, Қазақстанымыз көркейе берсін. Бізге Қазақстан қазір бәрі возможность беріп қойды. Жастарымызға да бәрімізге берді. Соны қолдап, түркі жұмыс сүйіміз керек. Алдымен өзімді уважать етіп өзіміз сүйсек, бағана қарсыңдағы кісілерінің тартасын. Өте керемет. Рахмет үлкен Гүлнұр Усмановна. Бүгінгі біздің сұхбатымызға келіп, арнайы өзіңіздің уақытыңызды бөліп, сұхбат барысында өте керемет тұшымды ойларды айтқаныңыз үшін, жалпы өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен алмасқан үшін сізге шынайы алғысымызды білдіреміз. Иә, құрметті көрермендер, жалпы қоғамдық келісім, яғни қоғамдық тұрақтылық, бұдан асқан елде байлық жоқ, бұдан асқан елде құндылық жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше.